мамыр айының аяқталуына 2 күн қалды. Сондықтан кейбір салаларда 90-дық қорытынды жасай берсек те болады. Осы көктемнің 3 айында валюта және шикізат нарығында ең төмен бағаммен баға тіркелді. Толығырақ экономика айдарында әріптесім Жұрағат Баман жалғастырады. Жұрағат, сөз тізгіні өзіңде. Рахмет, Ғани, мен жалғастырайын. Ұлттық валюта бағамы кәсенің күндізгі сессия қорытындысында 310 теңге 40 тиынды құрады. Өткен жұма аяғындағы көрсеткішпен салыстырғанда ақш валютасы 1 теңге 4 тиынға арзандаған. Теңгенің долларға шаққандағы бүгінгі нығаюын экономистер рекорд деп отыр. Соңғы рет дәл осындай бағам 2015 жылдың 10 желтоқсанында байқалыпты. Онда 1 доллар 310 теңге 37 тиынға тең болған екен. Валютамен қатар шикізат нарығында да бағаның құлдырауы байқалады. Мәселен, өткен жұмада, яғни 26 мамырда Brent маркалы мұнайдың 1 баррелі бағасы 51 доллардан 50,89 долларға түсті. Аса көп емес сыңайлы, бірақ сатылып жатқан миллиондаған баррельді санағанда өте қомақты сома шығады. Осылайша, бұл мамыр айындағы ең төмен көрсеткіш болып тіркелді. Еске салсақ, өткен жылдың қараша айында ОПЕК елдері мұнай өндірісін күніне 1,2 миллион баррельге дейін қысқарту туралы келісімге келген болатын, десе де бағамды ОПЕК қана реттеп отырған жоқ. ақш, Ресей секілді ірі шикізат өндіруші мемлекеттер де өндіріс көлемін азайтқанымен мұнай бағамы нақты тұрақтанар емес. Мәселен, Иран жаңа кен орындары ашылуына байланысты алдағы 5 жылда керісінше мұнай өндірісін 20%-ға ұлғайтпақ. Олар тәулігіне 5 миллион баррель мұнай шығаруға ниетті. Шикізат нарығы осылайша құбылып тұр, ал әзірге бүгінгі Бренттің 1 баррелі 52 доллар 8 центқа тең. Өзге де экономикалық жаңалықтарға ойыссақ, Қазақстан 2016 жылы мемлекеттік сатып алуларда 120 миллиард теңгеден астам ақша үнемдеген. Қаржының мемлекеттік қор қалтасында қалуына субъектілер арасында тікелей келісім жасау мүмкіндігі шектеліп, мемлекеттік сатып алуларда баға ұсынысын сұрату оқиғалары жиілегені оң ықпал еткен. Айта кетсек, өткен жылы мемлекеттік сатып алуларға бюджеттен 1,1 триллион теңге бөлінген, үнемделген қаржы 11%, яғни 121 миллиард теңге. Оның ішінде байқау кезінде баға ұсынысын сұрату тәсілі арқасында 47 миллиард теңге үнемделсе, ашық байқауларда 50,5 миллиард теңге, ал аукциондарда 2,7 миллиард теңге экономия байқалады. Бүгінге айтарым осы Ғани. Жұрағат, қызықты ақпарларыңа рахмет. Олай болса біз хабарымызды жалғастырайық.